Сәлем достар, мен сіздерге бүгін коллаж сауатты көрсеткім келеді. Коллаж дегеніміз бірнеше фотоның жиынтығы. Яғни әлеуметтік желілерге біз фотоны қоя салмай, коллаж қылып қоятын болсақ, ол визуалды түрде әдемі көрініп тартатын болады. Ендеше кеттік. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Ең бірінші бұны жасау үшін бізге InShot деген мобильді қосымша керек, және оның ішінде ең бірінші бетті ашқанда коллаж деп тұрады. Коллаж дегенді басамыз. Коллаж жасағанда мына жазылып тұр, 1-ден 9-ға шейін фотография таңдаңыз деп тұр. Мына жерде мен өзім галериямды ашып тұр. Галериямда әдемі фотоларды таңдап алғым келеді. Бірінші фотоны таңдап алайын. Тоғыз фото керек бізге. Мына 9 фотоны ала салдым. Енді мына жердегі птичканы басамыз. Енді біз осындай коллажды айдап бердейін. Арасында бізде көптеген инструменттер бар. Біріншімен задний фоннан бастағым келеді. Задний фонға мен бір әдемі түс алғым келеді. Сары түс. Мен көрдім, астынан градиенттен алғым келеді. Мына жерде фото. Фотоның үйлесіміне қарай фотомызды ашама, соны үстіп таңдай береміз. Немесе астында шаблон деген бар, шаблонды да қарауға болады. Фотомен жағаласып тұрмау керек те свет. Фотомыз әдемі көріну керек, сол үшін бір дұрыс істемейтін фото, жағыспайтын фото алғанымыз жөн. Маған осы фон ұнады. птичка қоямыз. Енді мына жерде қарап отырсақ, өте көп макет дейді. Макетті мына жерде таңдауға болады. Мысалы, енді мындай макет тұрса, мен мынандай қылым болады. Немесе мынандай қылым болады. Біреуін үлкен қылып, осылай қылым болады. Мына ішіндегі фотоны бүйтіп созақтаумен түсіруге болады. Мына қызды былай әкелуге болады, былай. Осылай әдемі қылып өзің қалаған макетті таңдай бересіздер. Мына жерде өте көп макет. Мынау да әдемі шықты. Немесе мынау осылай таңдаған фотомызды тілей береміз. Ана қойым келіп тұр, мен маған ұнап тұр осы. Енді астында граница деген бар. Граница дегеніміз айналасы. Төмен қарай түсіп көтерсек, кішкентай болады, кетсе үлкейеді. Айналасындағы овал не болады, былай істесек, былай кең қарай жылжытсақ, чуть-чуть істейік. Әдемі шықты. Галочка қоямыз. Енді холст. Холстты мына жерде бірде-бір деп тұр. Мен ютубқа салатын қылып жасайын. Міне әдемі қылып бізге ютубқа салып берді. Енді мына жерде бізде фильтр бар. Фильтрге қарап көруге болады. Ашық түстер өте көп екен. Ашық түстерден мына маған тұр. Ашық түсіне дейміз, птичка қоямыз. Және мына жерде текст жазуға болады. Сосын рамка жасауға болады. Рамкада мына жерде бай фото көрінбей қалады. Жоқтан мен қоймаймын ештеңе, бұрынғы рамкасына қала береді. Енді мына жерде текст жазып көрейік. Әдемі фотоларды жаза қояйық. Бірде шрифт таңдаймыз. Кішірейтеміз, саусағымның көмегімен бәрін жасауға болады. Әдемі фотоларды дәл ортасына қояйық. Астынан ілгері басып, өзіңізге керекті фонды таңдап аламыз. Әдемі фотолар. Маған осы не ұнап тұр. Ортада тұра берсін. Ортаға қойдым. Чуть-чуть. Осылай істейміз. Осылай жасауға болады. Мына жерде эффект бар. Эффектті керек болса, үстінен басып, қазіргі бізде ретро деген платный екен. Бесплатно фотоларды көп. Ретро деген қазіргі бізде трендтегі не ғой, эффекті ғой, осыны қоюға, немесе маған ұнамай тұр. Мен ештеңе қоймаймын, өзім оригинал түсі ұнап тұр. Птичка қоямыз. Бұл үйсе сақтап аламыз. Сохранить.